Қарын салмамыз пісті. Мінекей, бәрі пісті. Майы бәрі неғып тұр. Тамаша. Настоящий қуырдақ болыпты. Бүгін біз қарын салма жасаймыз. Оған керегі қарын, қойдың қарын жуып әдемілеп алдық. Жүрек, бауыр, құйрық и күріш саламыз. Міне қарынымызды жуып алдық. Енді бұны бір қайнатып аламыз. Бисмилля. Жуылған қарнымыз саламыз, бір қайнатып пияз саламыз, лавровый лист саламыз мінекей, дәмі иісі кету үшін. Міне пияз, сосын алма саламыз. Ана дәмі болмау керек. Қарынның дәмі шықпас үшін. Міне қарнымызды бір қайнатып алдық, енді бұны түсіреміз. Енді мына жүректі, құйрықты, бауырды бір қайнатып аламыз. Міне бір қайнатып пісіріп алдық, енді тураймыз салмамызға. Бауырды тураймыз. Бауыр. Күрішін саламыз. Енді тұз саламыз. Қара бұрышын саламыз. Пияз саламыз. Пиязды салдық, енді араластырамыз. Салмасы дайын, бұның бәрін енді қарынның ішіне саламыз. Мынандай қалта-қалтағып істедік. Енді осыларды бұлай мына жерін түгел салмамызды салып, сосын жіппен тігіп байлап, тігіп тастаймыз. Өте көп салмаймыз. Жарылып, күріш сінеді ғой. Міне қап-қап істедік, мінекей. Енді осылай пісіреміз. Қарынның ішіне бүкіл салмамыздың бәрін салып, мынандай конверт қойдық. Енді осыны пісіреміз. Пияз саламыз. Міне лавр жапырағын саламыз. Қара бұрыш саламыз. Міне мынандай қара бұрыш саламыз. Тұз саламыз. 2 сағаттай қайнайды. Көреміз 2 сағатта піспесе, тағы да қайнатамыз. Қарын салмамыз пісті. 4 сағаттай пісті. Қарын салмамыз. Енді түсіріп аламыз бұны. Ал енді міне пісті, түсіріп алдық, енді дәмін көрейік. Мінекей, бәрі пісті, майы бәрі неғып тұр мінекей. Ал енді дәмін көрейік, қалай болды екен, тұзы қалай екен. Тамаша. Қуырдақ, настоящий қуырдақ болған. Қарынның ішіне салған қуырдақ. Күріші де бәрі де әдем пісіпті. Домаланып жатыр бәрі. Өте жақсы. Тамаша. Қарын салма өте жақсы, пайдалы. Қарында витамин көп. Осылай істеңіздер.